Ассалаумағалейкум қыздар. Бүгін бақыт құсы көрпешесін жасап үйренеміз. Бізге керегі, қазір мен кафельге қойып жасайын деп отырмын. Бірінші оң жағын кесіп дайындап аламыз оюдың. Екінші сол жағын ойып кесіп дайындап аламыз. Лекалаңыздың бетін міндетті түрде скотчтап кесіп алғаныңыз жақсы. Сосын кейін бізге выжигатель, егер мүмкіндік болып жатса, стайерді пайдаланғаныңыз дұрыс. Енді лекалаға 1 мм тигізбей, выжигательді жақсы қызғаннан кейін тез-тез қиып аламыз. Қолдың жылдамдығы өте қатты қажет. Қолдарыңызды үйрету керексіздер. Себебінде ыстықта мата жиырылып қалады. Егер де сіздер осы жердегі оюға тақап кесетін болсаңыздар, онда матаңыз қағазға жабысып қалады. Кейін лекалаңыз жыртылып жарамсыз болып қалуы мүмкін. Сондықтан мейлінше 1 мм деген ол қолды үйретсеңіздер болады. Енді лекалаңызды осылай түзеп алып, шет-шетінен кертіп, бір-біріне матамен лекаланы жабыстырып аламыз. Яғни бізде королевский барқыт түгі бір жаққа қарайтын болғандықтан, сол жаққа қарай сырғанайды. Сол үшін міндетті түрде кертіп алғандарыңыз жақсы. Мінекей, кішкене сәл қағазға жақындатсақ, сол күйінде матаңыз бен лекалаңыз бірге бір-бірін ұстап тұрады. Енді толықтай выжигательмен осы оюды ойып аламыз. Кафельді жерге ойып алсаңыздар болады, немесе арнайы әйнек дайындап, үлкен әйнек. Сол әйнекті жұмысыңызға пайдалансаңыз болады. Әйнектің үстіне паутинка, паутинканың үстіне матаны оңынан қоясыздар. Енді кесіп алғаннан кейін бірінші жарамсыз маталарыңызды алғандарыңыз жақсы. Егер де кесілмей қалған, бір жабысып тұрған жерлер болса, онда кішкене қайшымен қиып алып тастайсыздар. Енді лекаламызды матаға кесілген оюды бірге алып, сосын кейін барып лекала мен матаны бір-бірінен ажыратсақ болады. Өте ыңғайлы болады бізге. Міне көрдіңіздер ме, менде ою мата мен қағаз бір-біріне жабысып тұрған жоқ. Көп қыздар кәдімгідей лекалаға тақап тұрып қияды да, сондықтан жабысып қалады. Лекалаңыз шетінен кішірейе береді. Ол да бір лекалаңыз оюыңыз үлкен болса, бір лекалаңыз оюыңыз кішкентай болып қалуы мүмкін. Мінекей осылай лекаламыз оюларымызды ойып алдық. Екі шетіне қоятын кезде көрпешенің ортасын бірінші есептеп қойып аласыздар. Мысалға, сіз 2 метр матаға қоятын болсаңыз, ортасын 1 метрден осылай сызып аласыздар. Екі шеті теңдей түсу керек. Төменгі жоғарғы жағында қанша сантиметрден тұр, барлығын толықтай, құйрығы қанша сантиметр тұр, барлығын есептеп қоясыздар. Сосын кейін барып, бетін марлы қойып, пармен үтіктеп жабыстырып аламыз.
бір құсыңыз жоғары жақта, бір құсыңыз төмен жақта, бір құсыңыздың құйрығы көтеріліп тұрып, бір құсыңыздың құйрығы төмен салбырап тұрғаны болмайды. Екеуі бірдей болу керек. Енді талымызды да, жапырақтарын да осылай мен қойып алдым. Негізінде бірінші құсты тігіп алып, сосын кейін барып гүлдерінің талдарын қойсаңыздар болады, бірақ бірінші мен барлығын толықтай кесіп дайындап жабыстырып алайын деп отырмын. Кейін гүлдердің мысалы узорлары шығып тұрған жоқ, оның барлығын тіккен кезде тігісінен узор шығарамыз, формасын шығарамыз. Төрт шетіне қазақша ою қойғым келді. Осылай мына оюды таңдап алдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша оюда қойсаңыздар болады. Енді мінекей үлкен оюларды үлкен зигзагпен тіксек болады. Ал енді кішкене гүлдерін зигзагын сәл кішірейтіп тіксек болады. Мен зигзагты үнемі жиі аламын. Жібіңіз көк матаға өтіп кетпеуі керек. Және де оюыңыз ішіне қарай да өтіп кетпеу керек. Тура тігіс оюдың қасынан түсіп отыру керек. Ерінбей, алшақтатпай зигзагты қолдарыңызды әбден үйреткендеріңіз жақсы. Бетіндегі оюларыңыз қандай түсті, жіпті де сол түстен өзгертпей жасағандарыңыз дұрыс. Себебінде, мысалға, қазір сары түс тұр, бір қызғылттау сары қылсаңыздар, онша келмей қалады. Қараңыздар, тігісін қараңыздар, қандай әдемі. Негізінде мен сіздерге үнемі айтамын, сапаға көп көңіл бөліңіздер деп. Жұмысыңыз сапалы болған сайын, сіздің жұмысыңыз бағаланады.
Енді гүлдеріне келетін болса, қараңызсаңыздар, гүлдерінің узоры жоқ, иә. Өзіміз формасын зигзагпен осылай келтіреміз. Бетін сызып алып, қажет емес, просто өз қалауларыңыз бойынша узорын келтіре бересіздер. Жапырақтарын да солай келтіресіздер. Мінекей біз тігіп алдық. Енді мынандай әдемі тастармен де сәндеуге болады. Бұл тастар арнайы осындай аппаратпен жабыстырылатын болғандықтан ол ешқандай түсіп қалмайды. Жуған кезде де қолға да батпайды. Өздеріңіз қалағандарыңызша осылай жасасаңыздар болады. Енді астыңғы тысын тігейік. Сәл артықтау аласыздар матаны, себебінде біз замокты бөлігін қайырып тігеміз, сол үшін ол өте маңызды нәрсе. Мен қазір бір шетін артығымен қиып алдым. Ортасынан қоясыздар ма замокты, шетінен қоясыздар ма, ол барлығы өздеріңізге байланысты. Шай көрпешеде түсіндірдім сіздерге замокты қалай тігу керек екені. Енді бұл жерде де түсінікті деп ойлаймын сіздерге ары қарай.
Негізінде астары қандай, үсті қандай мата, астарында сондай матадан тіккендеріңіз жақсы. Қазір менде дәл үстіңгі матадай мата болмай тұр, сол себепті астын осы жасыл матаны таңдап қоя салдым. Мінекей. Енді біз астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігін біріктіріп тігіп аламыз. Мына жерлерді біріктіріп тігіп алайық ол үшін. Енді мен шетіне ақ лента тіккім келіп отыр. Бірақ маталарды бір-біріне жалғау үшін өте керекті нәрсе. Қарап алыңыздар. Екі матаның түгі бір жаққа қарап тұру керек. Және де осылай қиғаш қиып, соны тігіп алғандарыңыз жақсы. Сонда екіге бүктеген кезімізде тігісі бізге білінбей кетеді. Лентамның ені 4 сантиметр, бүктеген кезде 2 сантиметр болады. 5 сантиметр етіп алсаңыздар да болады, міндетті емес. Осылай екіге бүктеу арқылы екі матаның ортасына қойып тігіп аласыздар. Мына жерде көрдіңіздер ме? Біріктірген жеріміз тіккен кезде қиындық тудырмайды. Мінекей біздің көрпешеміз дайын. Осылай әдемі көрпешені жасап шығарсаңыздар болады.